Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары және қонақтары, сіздерді Маңғыстау облысы полиция департаменті ескертеді. Қазіргі кеңінен және жиі таралған қылмыстардың түрі ол алаяқтық, интернет алаяқтық қылмыстары. Сол себепті сіздерді интернет алаяқтық қылмыстардың құрбандары болмауына шақырамыз. Ең көп кездесетін интернет алаяқтықтардың түрлері: 1. Полиция немесе банк қызметкері ретінде өзін таныстырып, азаматтарға қоңырау шалып, азаматтардың жеке деректеріне және банктік есеп шотына қол жеткізу. WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілері арқылы таныстың атынан қарызға ақша сұрау, болмаса туысының атынан жол көлік оқиғасына тап болдым, қомақты қаражат қажет деген сылтаумен ақшаларыңызды иемденіп алу. Абоненттік кеңсенің өкілі ретінде сізге ұялы телефоныңызға қоңырау шалып, ұялы телефоныңыздағы сим-картының мерзімі өтті деген сылтаумен сіздің сим-картыңыздың мерзімін ұзарту мақсатында құпия кодыңызды иемдену. Мемлекеттік қызметшілер және олардың басшыларының атынан SMS хабарламалар жолдау. Мәселен, сіздің белгілі бір іске қатысыңыз бар деген амалдарды сылтауратып, азаматтардың сенімін езіріп, кейіннен ақшалай қаражат талап етеді. Колесо, Крыша KZ, OLX сияқты қосымшалар арқылы фейк тауарларды жарнамалап, алдын ала төлем жасау. Сауда жасау барысында төлемді онлайн қабылдаймын деп, сіздің банктік есеп шоттарыңыздағы құпия сөздерге қол жеткізу. Егер сіз немесе сіздің таныстарыңыз осындай жағдайға тап болса, дереу 102 жедел нөміріне полицияға хабарласыңыздар. Маңғыстау облысы полиция департаменті сіздерді интернет алаяқтықтан сақ болуға шақырады.